Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 61-ші сабақ көңіл сұрауды білемін тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма: оқыған мәтіндеріңе сүйеніп, нақыл сөздің мағынасын түсіндіріп көр. Денің сау болса жарлымын деме, жолдасың көп болса жалғызбын деме. Балалар, бұл нақыл сөздің мағынасы: егер денсаулығың жақсы болса, өзіңді кедеймін деп ойлама. Өйткені денсаулық ең үлкен байлық. Ал достарың, жолдастарың көп болса, өзіңді жалғыз сезінбе. Себебі сені қолдайтын адамдар бар. Яғни адамға ең керегі денсаулық пен жақсы адамдардың болуы екенін білдіреді. Балалар, естеріңізде болсын, мезгілсіз уақытта, яғни кеште, түнде науқас адамның көңілін сұрамайды. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Жолбарыс пен түлкі. Ертегі. Бір күні жолбарыс сырқаттанып қалады. Әміршінің көңілін сұрау үшін оның үйіне барлық аңдар жиналады. Тек түлкі ғана келмейді. Мұны байқап қалған қасқыр жолбарысқа жүгіріп келіп, түлкінің сыртынан өсек айтады. Ашуланған жолбарыс күжілдеп, дереу түлкіні алып келуді бұйырады. Бұл хабарды естіген түлкі жолбарысқа өзі жүгіріп келеді. «О, құдіретті күштім, сіздің мені көргіңіз келген екен, міне алдыңызға келіп тұрмын» дейді. «Әй», деп күжілдейді жолбарыс, «барлық аң келіп менің көңілімді сұрады, ал сен?» Құдіреттім, сіздің науқас екеніңізді мен барлығынан бұрын білдім. Содан сізге дәрі іздеп кеттім» дейді түлкі. Солай ма?» деп жолбарыс сабасына түседі. Үшінші тапсырма: ертегіні рөлге бөліп мәнерлеп оқыңдар. Төртінші тапсырма: берілген сурет мәтіндегі оқиғаның қай тұсына сәйкес келеді? Жолбарыс пен түлкінің диалогын құрыңдар. Олай болса, балалар, бұл сурет мәтіндегі оқиғаның жолбарыс пен түлкінің әңгімелесуіне сәйкес келеді. Екінші тапсырма: бұл жердегі балалар жолбарыс пен түлкінің диалогын құрыңдар деген екен. Олай болса, жолбарыс пен түлкіге мынандай диалог құрсақ болады екен. Түлкі: «Құдіретті жолбарыс, сіз мені шақырған екенсіз, міне келіп тұрмын». Жолбарыс: «Барлығы менің денсаулығымды сұрап келді, сен неге келмедің?» Түлкі: «Ауырғаныңызды бәрінен бұрын естідім, міне сізге ем болатын дәрі іздеп жүрдім». Жолбарыс: «Жарайды». Бесінші тапсырма: төмендегі сөздер кейіпкерлердің қайсысына қатысты екенін айт. Балалар, бұл жерде айлакер ол түлкі, ал күшті ол жолбарыс, аңқау жолбарыс, тапқыр түлкіге қатысты, айбатты жолбарысқа қатысты, ал қу сөзі бұл түлкіге қатысты. Балалар, бұл сөздер түлкіге қатысты. Мысалы, айлакер, қу, тапқыр деген сөздер. Өйткені ертегілер мен әңгімелерде түлкі өте айлакер, қу және тапқыр жануар ретінде бейнеленеді. Ол қиын жағдайдан айласын асырып, амалын тауып шығып кетеді. Сондықтан халық шығармаларында түлкіге осындай сипаттағы сөздер беріледі екен. Ал жолбарысқа біз аңқау, айбатты, күшті деген сөздерді береміз. Себебі ертегілерде жолбарыс өте күшті, айбатты, бірақ кейде аңқау, сенгіш болып келеді. Сондықтан да халық шығармаларында жолбарысты осындай қасиеттермен сипаттайды екен. Олай болса, балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.